Таңғы асқа халлуми қурайын деп тұрмын. Мінекей осындай көлемде турап алдым. Үстінде себілген жалбыз өте дәмді сыр, қуырған кезде тіпті ерекше болып кетеді. Сыртында бұның қытырлаған қабыршақ пайда болады. Сарымай салып қуырамын. Қазір үстінен кептірілген қызанақ қоямын. Майға салып қойған болатынмын. Иісі деген керемет қой бұндай қызанақтардың. Қазір қасына тағы бірден қойып шығайын. Неке қараңыздар, Мишлен ресторанында ұсынылатын тағамдардан артық болмаса ешқандай жері кем емес. Қуырылған халлуми, кептірілген қызанақ, ерекше дәмделген мінекей осындай таңғы ас болды.